Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер мен желі оқырмандары. Қазақтың әйгілі жазушысы, аудармашы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сайын Мұратбековке 85 жыл толуына орай әдебиет оның өмірі атты танымды әңгімені назарларыңызға ұсынамыз. Мектеп қабырғасында жүргенде шынайы әсер алып, ішінен еніп оқитын шығармалардың авторының бірі Сайын Мұратбеков. Ол шындықтың ауылынан алыстамай, ақиқатты әдемі суреттей білген жазушыларының бірі де бірегейі. Проза жазуында әр автордың өзіндік стилі, әдебиет әлеміндегі өзіндік қолтаңбасы бар. Сайын Мұратбеков лирикалық проза жанрын қазақ әдебиетінде біршама жоғары көтере білді. Жазушы үшін творчестволық тәсіл мен дарын қуатының маңызы өте жоғары. Екі нәрсе бір-бірімен үнемі үйлесім таба білу үшін шарт. Сайын Мұратбеков шығармаларында да аталған екі нәрсе де заңды түрде жарасын табады. Мұратбеков шығармаларының өзекті тақырыбы мен көтерер мәселесі ауыл өмірі, халық санасындағы Ұлы Отан соғысының ауыр таптары мен қиындықтары, таза да мөлдір махаббат үшін болған күрес, маңдайға жазған тағдыр теперішін қайыспас көтере білген аналар қайсарлығы, еңбектің өтінімі, адамзат жан дүниесіндегі құндылықтар екені мәлім. Аталмыш сюжеттердің көрінісін философиялық оймен де, эмоционалды әсермен де барынша шынайы жеткізеді. Автордың алғашқы әңгімелерінің бірі «Менің қарындасым». Адам бойындағы тазалық, адалдық, қалпын өзіндік штрихтарды арқылы өте жақсы берген. Сонымен қатар Мұратбеков шығармаларындағы кейіпкерлер бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Оқудан келген студент жігіт қарындасының бойындағы қыз балаға тән өзгешелікті аңғара алуы, дәл сол сипатты психологиялық кезеңді өзгеше жеткізуі, оның рухани тұрғыдағы сілкіне алған көркем тілмен жаза алуы автордың шеберлігі. Әңгімелер желісіндегі баяндау тәсілі бірдей болғанмен, психологиялық ситуациялардың нағыз жазушыға тән кәсіпкерлік суреттелетін айқын айғақтық емес. Автордың кез келген қаһарман қазақы болмысын егері, ұлттық характерге бай, лиризм өрнектейтін тереңнен сіңірген сапалы образдар. Жазушының Райгүл әңгімесіндегі басты кейіпкер болмысы Әлима бейнесімен бір жан табан жақын. Райгүл образы